Қаладағы ашық құдықтар да өміріңізге қауіп төндіруі мүмкін. Көбіне тұрғындар абайсыздықтан жапа шегіп жатады. Оның бірден бір себебі люктардың ашық қалуы. Биылдың өзінде 10 құдықтың қақпағы ұрланды. Абырой болғанда ешбір адам дене жарақатын алмады. В прошлом году, допустим, у нас... Былтыр 20 қақпақ жоғалды. Ішкі істер басқармасының жүргізген іздестіру шаралары аясында оның 10-ы табылды. Тиісті тұлғалар жауапқа тартылды. Айта кету керек, оларды ұрлауға көбіне үй-күйсіз жүрген адамдар барады. Оңай олжа тапқысы келеді. Бүгінде Петропавлда 17 мыңға жуық құдық тіркелген. Оның 10 мыңға жуығы Қызылжар су кәсіпорнының еншісінде. Күн сайын серіктестік люктардың жабық болуын қадағалайды. Мамандардың сөзінше, әрбір азамат өз өміріне сақтықпен қарауы тиіс. Адамдардан хабар түсе қалған жағдайда, онда сол жерге шығып, біздің аварийный бригадалар сол жерге ол люкті жабады. Егерде болмаған жағдайда ол жерді қоршап, басқа белгілер қойып қояды, что ол жер ашық екен. Басқа мекемелердікі болса да, біздер обязательно ол жерді жабамыз. Қалалықтардың құлақтарына алтын сырға. Егер сіз қақпағы жоқ құдықты байқасаңыз, халық бақылауы сайтына тіркеліп, сауал өтінішіңізді жолдай аласыз.